Қайырлы күн, құрметті желі қолданушылар. Мен менің сұрап білейін деген бізде Арсауыл Қожабауда елді мекені Мегабайт көшесінде жүріп жатқан табиғи газ жұмыстары қашан аяқталып, қашан жұмысқа беріледі, соны сұрайын деген. Рахмет. Енді жалпы қателеспесем былтыр жұмыстары басталған, оның қаржысы қаралған. Биыл бітеді, қыс ауасына дейін бітіреміз. Рахмет. Шымкент ауылының тұрғыны Жиенбек Оралбай Зейнептер. Енді жаңа медицина саласы бойынша Асакен көтеріп кетті, соған сәл қосымша. Біздің екінші Шымкентте үлкен поликлиника бар. Бәрі бойдағыда солға киім, бәрі дамы. Бір ғана проблема бар ғой, генератор жоқ. Бізде ауылда өте көп свет жоқ. Генератор жоқ, компьютер істемейді. Біреуін тоқталады. Менің әйелім, жұбайым екінші группа инвалид жүре алмайды. Соған ай сайын дәрі алу керек. Оны ояққа сүйреп ару. Оны одан кейін, онда екінші мәселе былай да, жаңа ол бойынша. Жаңа бірінші бар, оптан рұқсат аласыз жаңа. Оп одан кейін жаңа беретін врачқа направление береді. Оған барып очередьте тұрады. Мына жақта тұрады. Ең кем дегенде бір сутка уақыт кетеді. Бұл ауру адамдар бұл жерде дәрі алады. Я понимаю, злоупотребление болған жоқ. Бұл ауырған адамдарға сәл басқаша қарауға болады. Жаңа генератор мәселесінде сонша здание соғылып, бір генератор сол зданиеға істелінбей қалу деген. Саламатсыздар ма, Нұрғалыш, құрметті Сайрам ауданының тұрғындары. Расында күрделі мәселе болып жатыр. Мына генератордың мәселесін біз ана орталық ауруханаға алып бергенбіз. Енді негізінде осы екінші генераторды жылдың аяғына дейін өзіміздің средстваларымыздан алып беруге тырысамыз. Ол қойылады. Ал енді негізіндегі екінші мәселе дәрі-дәрмек тарату бойынша ол енді емхана темір жолдың ар жағында болғаннан кейін расында көп қиыншылық туғызады. Енді қазір бас дәрігермен барып осы жиналыстан кейін көріп бір пысықтаймыз, жолын табамыз. Енді жалпы бүйтіңіз, протоколға енгізсін, генератор мәселесін тәсілдері бар, екі ай кезінде екінші мәселе, бұл кісінің айтқаны жалпы дәлелдеу керек, дұрыс па? Дәріні алу үшін. Комиссиядан өтіп, сол мәселені кішкене қарап, біраз жерде осы мәселе көтеріп жатыр. Денсаулық сақтау министрлігінің қазір қандай цифровизация заманы сондықтан нақты ұсыныстар беріңіздер. Жалпы сіз қазір қандай сараптама жүргізіңіз, қандай мәселелер қарастырылуда бар. Біз соны қарап шығайық, қалай оны жеңілдетуге болатын мәселесін. Артық міндетті түрде енді ренжімеңіз. Бұл мәселеде біраз сұрақтар бар. Көптеген бұның фарм бизнес қылып жүрген сол мәселесі де бар. Сондықтан мүмкін бұл сол жағынан қиындатқан мәселесі бар шығар. Оны қараймыз. Жақсы? Рахмет айтайын. Жаңа не деген жұмыстар жүргізілді, аудан көлемінде, облыс көлемінде. Жұмыс жүрмей жатып, айтуға болмайды. Жұмыс көлемінде деңгейде жүрді. Рахмет сізге. Рахмет. Саламатсыздар ма? Мен есімім Омар Қамысбек болады. Мына жерде жақсы нәрселер айтылып отыр, инвестиция тартылып отыр деп отыр, жақсы шипажайға, бәрі жақсы. Бірақ 2024 жылдан бері біраз шешімге келіп жатқан мәселелер бар. Мына жерде мен сіздің атыңызға ресми түрде хат жіберейін деп отырмын. 4 бетте, соны өзіңіз қадағалауға алсаңыз дұрыс болар деп ойлаймын. Себебі 24 жылдан бері мынау жаңа сұрағында мына жеріңіз айтып кетті ғой. Көксайық пен Асу-Шаян трассасы бойынша мына бізде Қарабалақта жібек жолына қосылатын жерде 8-ден астам шақырым жерде өте көп проблемалар болып жатыр. Себебі көп жерлерде сызық жоқ. Көп объектілерге кіремей жатыр. Ол қазіргі таңдағы өте күрделі проблема. Оны әкімшілік тараптан айтады, жаңағы авария болады дейін, басқа болады дейін, ол болатын нәрсе болады. Бірақ кәсіпкерлерді біз мысалы салық төлеп отырмыз. Ол жерлерге адамдар кіремейді. Мысалы өзіміз қаладан келеміз, айналып қалаға қайтадан шығайық десек, мысалы мұнда жібек жолына кіреміз да, Сино деген заправкаға барамыз.
ол жерде көпірдің үсті өзіңізге белгілі шығар пробка. Ол жерден айналып қайтып кету мүмкін емес. Екінші заправкаға кіресің, оның территориясы кішкентай. То есть аварияны наоборот 24 жылдан бастап осы сол жолды асфальт сала бастағанда біз әкімшілігіне де хат жаздық, бәріне жаздық. Но бірақ Түркістан облысынан сіздерде Қайрат Сақбеков деген бар, сол кісі жүрді. Сол жердегі объектілердің алдында бұрын төселген асфальттарды, мысалы бұлар Бердігер компаниясы келеді да бұзады. Жаңағы баржурлар қояды, лапуттарын қояды. Но бірақ ең соңында ол кезде басқа әкім болатын Арман Сәбитов деген. Олар сөз береді, істейміз деп. Бұзылған жерде өтіп көріп кіретін заездарды істеп береміз дейді. Но бірақ ең соңында істеп береміз. Егер осы көшені сіз өзіңіз проблема көресіз. Содан кейін біз бұл жерлерге айтып пешеход қойыңыздар деп. Себебі ары беттен бері бетке өтетін адамдарды өтетін. Пешеход қойды, но бірақ кешке таман жарық жоқ. Біз кешке таман тұрсақ, мысалы өзімізде видео материалдарда бар, машина тоқтай алмайды, шетке қарай өтіп кетеді, жанындағы машинаны бұрады, немесе жаңағы барқыдан секіріп ары өтіп жатқан видеолар бізде бар. Одан кейін лежачий полицейский қойыңыздар деді. То есть ол жерде скоростьпен қатты жүреді ғой, енді оны облыстық деңгейде деп сондай енгізілген. Бірақ алдының ішінде бізге ол негізі керек дейміз. Соны негізінен аудандық немесе ауылдық деңгейдегі қайттан аударылса дұрыс болар деген ойдамыз. Сондай-ақ ол жерге камера қойсын дедік. Бірақ ол мәселе шешілді. Енді бұның бәрін ол көшеде әрдайым жарық сөніп қалады. 3 айлап жанбайды. Какой-то бір прожекторды біз айтамыз, не оны ауыстырамайды. Звондаймыз, жазамыз, бірақ ешқандай нәтиже жоқ. Қазір енді осы жылда ғана тек қана жаңағы жедел көмектесу ма бір бір нәрсе деген бар. Сол арқылы сәл шешім таба бастады. Бұға деген ол вообще қарау деген жоқ. Бюджетте жоқ, ақша жоқ, онда жоқ, онда жоқ. Егер ол главный облыстық трасса болатын болса, неге ол қарастырылмайды? Бірақ жаңағы жедел арқылы звондасақ, тез көмектесу келеді. То есть бұл жерде халықтың отношение болады. И одан кейін мен айтатыным, мына жерде қатты өзіміз қадағалап алсақ болады. Себебі мен бұл кісілердің алдарына екінші мәртебе қазір 2 сызылғаннан кейін тағы да хат жаздым, ұсыныс ретінде. Сіз осыдан 1 ай бұрын келеді деген мәліметпен бұлар сол күні маған хатпен жауап береді. Бірінші қате бұл жерде. Мен қазақша жазам, бұлар маған орысша жазды. 3-4 программаны өзіңіз көрсеңіз болады. 17 бет приложениесінде мен қойған. То есть бір сотрудник жазады, қалғандарын компьютер етеді, нақты көріп тұр. Ол хатты одан кейін орысша жазғанымен, ол мен есептеймін, ол промежуток үшін атайды. Себебі айтады, біз ойластырып жатырмыз дейді. Бірақ сол күні кешке келеді, сіз кетеді. Ол қалай болған? Себебі сол күні сіз шілденің 18-19-ында осы көйіміз болады. Сондай мәселелер бар. Одан кейін біз Сайрам ауданының әкіміне де бардық, ол жерде қабылдамайды. Одан кейін жаңағы ауылдың, Ақсу ауылының әкіміне де бардық. Бірақ ешқандай шешім шешілмейді. Оны біз шешпейміз, ол облысқа қарайды, оны жаңағы технадзор шешу керек дейді, басқа дейді. То есть футбол болып кетеді да мынандай. Соны осы мәселені егер өзіңіз контрольға алып бір шешіп берсеңіз. Жақсы. Енді былай сұрағыңызға жол басқармасының басшысы жол біріншіден егер де заң талабына қалмаған жол болса халықтың сұраныстары ол жерде бізде кезінде екі жол болатын, қазір бұл жол. Одан кейін ортада басымен бар 3 жол болды. Бұл кісінің сұрап отқанына және біреуіміз. Ол бойынша біз қызметін ұстап кезде Екібастұз полициясының бөлінесі жол қауіпсіздік қамтамасыз ету бірлесіппіз. Қай жерде пешеход, қай жерде двойной сложно. Екінші мәселе бойынша цифровизация басқармасының өзгерісті жылдың соңына дейін бұл жерде сенімді То есть бұл кісінің айтып отқаны жаңағы жол басқармасымен басқалармен біз ақылдастық дейді. Неге халықпен ақылдаспайды? Енді ол жерде заң талабы бар, сіз мына жерде аш десеңіз, ол жерде сізге ешкім ашып бермейді. Сіз істеңіз. Тоқтаңыз, мен айтып отырмын, мен жауап берейін. Енді басқарма басшысы тиісті полициямен бірлесіп қарауға, ол жол ережесі бар.
жолдың категориясы бар. Біз айтып отырмыз 2 жолақты бар, қазір 4 жолақты. Өзінің машина болса зайтыватса қатты жүріп жатыр. Енді оны қарап шығайық, тағы да бір мәселе сұрадыққаннан кейін. Қарап, мына тиісті мамандар өзінің шешімін береді, болатын болмайды. Егер болатын болса, оны жасап береміз. Егер болмайтын болса, онда жұмыс істейміз. Жоқ, біз ренжімейміз, біз айтып отырған жоқпыз ба, әр объектіге заезд жасаңыздар. Сәл ара қашықтықтан болса да, халықпен ақылдаса отырып істесе, онда тұрған ешқандай проблема жоқ. Сол жерде жүріп өздеріңіз көрсеңіздерші бірінші. Жақсы жүріп көріп келді ғой. Ассалаумағалейкум. Мен мәселем, мен Қарасу округі Айтекебе ауыл биігі. Бізде ауыз су мәселесі. Жаңадан құбырлар тартылды, бірақ шілде айларында су жетпейді. Неше жылдан бері келе жатқан мәселе осы мәселе. Шешіп берсеңіз. Енді жалпы ол бойынша хабарым бар. Қазір біз қосымша оған қаржы бөлдік. Қазір жұмыс жүріп жатыр. Оның екінші мәселесі бар жерде. Өзіңіз айтасыз ғой, су жетпейді дейді. Енді барлық жерде болып жатқан мәселе қазіргі таңда. Бірақ бұл жерде бір нәрсесі бар. Мысалы, ауыз суға берген суды жерді тазалаймыз. Есік алдына есік алдына су шашып отырады. Жаз айында жыл сайын сондай практика, сол кезде біздің мамаларымыз дейін қояды. Екінші жағда. Егер суды үнемдеп пайдаланатын болса, ешқандай мәселесі болмайды. Бірақ біз оны түсініп отырмыз, тағы да қаржысын бөлдік, қазір жұмысы жүріп жатыр. Оны қазір көбейтіп қоймаймыз. Жақсы? Үш ауылға қарасты Қасымбекарқа, Ошақты, Әскерқа ауылына келіп тұрмыз. Бізде ауылда Қайып ата мал сою бекеті бар. Сол жаңағыдай септиктер тазалаған кезде әсемізге енді адам шыдап қоятын естілген. Бізде тиісті хаттарды жолдадық үйренші арқылы, бірақ келген жауаптары көңіл қойылмайды. Және де иіс әлі шығып жатыр. Өте қатты шығады. Кешкісін біз мысалы үшін далаға тапшандарға мысалы жатқан кезде шыдатпайды. Былай жасайық, санэпидстанция бар ма? Сізге жауап жасағанбыз. Жоқ, қазір бар ма? Департамент басшысының орынбасары. Бар ма хабарыңыз? Жоқ, ол біздің бақылауда нысан емес, ол ветеринария басқармасының бақылауында. Ветеринарияға жазылды. Ветеринария, экологияға жазылды. Хат ветеринарияға да. Мен білем, бұл жерде қайнар уақытта ғайбаттар бойынан айтып отырсыздар, постоянно шығады. Дұрыс айтасыз, ол жерде ең бірінші аудандағы ең мықты ірі бойнялардың бірі еді. Қазіргі таңда да мықты бойня, бірақ дегенмен де бұл жерде бағана септиктарыңыздан сіздерді алған кезде жаман іс шығады деп оның хабарым бар. Өткенде сол жерде жергілікті участковыймен біздегі ветеринария бүкіл барлығы акциясы барды. Ол жерде басшылармен сөйлесті, содан кейін олар фильтр қоямыз деді, бірақ әлі күнге фильтр қоймады. Бірақ ол кезде тек мынау жаздың күндері иісі шығады. Одан күзде, қыста ол жерде менің хабарым бар, қатты шықпайды. Бірақ алдағы уақытта 27-де ол жерден бойнаны ауыстап, орнына производство жасайын деп жатыр. Өткенде басшысымен сөйлескен. Жақсы. Алло. Енді ол сөзіміз шықты, жеке адаммен жасаған иісті тоқтатыңыздар десек, біз бір құрылғыны іздеп жатырмыз. Соны жақын арада алсақ, болды мүлдем иіс шықпайды деп уәде беріп жатыр. Енді қараңыз, сол құрылғыны тапқанша мал союды тоқтата тұрсын да осы. Бұл күнделікті 75 мал әкелуге шығады, 75 мал әкелуге. Былай жасайық, аудан әкімдігі қазір сол біздің өтініш. Бірақ екінші жағын сіздер де түсініңіздер. Кәсіпорын жұмыс жасау керек. Иіс мәселесі міндетті түрде біз оған реттеліп айтамыз. Оған тиісті заң аясында мерзім бағыты қойылатын болады. Соны тексеріп, хаттамасын беріп, мерзім қойып, тез арада очиститель қазір жаңадан шығып жатыр ғой. Соны реттегенбіз. Болды.
фильтр ойнағанбыз. Ошол ұсыныс жаңағы осы уақытқа дейін жаңағы құралын тапқанша тоқтап тұрсақ біздің өтінішіміз. Он емес, елу емес, целый 3 ауыл жатар жер отыр осылай. Қосымша жағынан жаңағы колбаса. Анықтайық, қарайық. Оған біз қиналдық, ешік, тастайық, ол жақтыға колбасын тек салмақшы. Оның иісі вообще страшный болады. Жақсы, қараймыз. Қарайсың. Саламатсыздар ма? Астана жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің есімі Айгүл болды. Құрметті Нұралхан Молдова, сіздің бастамаңызбен Қарасу аумағында орналасқан жаңа құрылыс аймағында орналасқан 27 гектар жерде 47 көпқабатты тұрғын үйдің құрылысы басталған болатын. Біз Астана Стройгрупп жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің аталған аумақта 3 көпқабатты тұрғын үйдің құрылысын жүргіземіз. Жалпы 3,2 миллиард теңге инвестиция жоспарлап отыр. Осы атап өтетін болсақ, бұл жерде аталған аумақта су, свет, газ, жер құрылысы жүргізіліп жатыр. Бірақ атап өтетін өзекті мәселе бұл кәріз жүйесі. Кәріз жүйесі оң шешімін таба алмайды. Сол себепті сізден сұрауымыз бар, өз ықпалыңызды тигізіп, көмегіңізді, жәрдеміңізді беріп, кәріз жүйесін шешіп, оң шешімін табуға көмектесіп жүрсеңіз. Бұл бойынша хабарым бар. Егер де республикадан қаржы дұрыс уақытында түспесе, біз жергілікті бюджетке қарастырамыз. Шығарысын не өтті? Құрметті прямой жүріп жатады, прямой жүріп жатады. Дауыс шығармай ақ қойшы. Сол алатын келсе, сәл кадрға кірмейді. Не тұр ғой мына жерде? Мына кісі сөйлеген кезде. Қазан айында
бұл енді енді сіздердің кішкене ғана үйге қалайсыңдар не шығалға семейский ошақ шығал ол 30 сотық жерде қалайсыңдар Нұрханов, осы жер тұтқандаған кезде асық малдары әкімдер бәрі бірлесіп комиссия құру емес. Бәрі Мен де соны айтайын деп отырмын. Жалпы біз кәсіпкерлік сатып алу кәсібін осылерді іске асырып жатырмыз. Біріншіден бюджетке тиімді нәтижені анықтаған кезде біз сол жерде жергілікті халықпен, аудан әкімінің бар, ауыл әкімінің бар, бәрімен келісіп осы жер болады дегеннен сол жерден салғызып сол сатып алу кәсібін көшіріп жатырмыз. Сондықтан енді өздеріңіз келістіңіздер ғой енді. Соны түсінушілікпен қарап өзіңізді ұстаймын. Бұлақ көзін айттыңыз, негізі өте дұрыс ұсынысыңыз. Аудан әкіміне тапсырып, халықтың соны қарап, өте кетуі бойынша ендігі жылы есептейік, қанша қаржы алатынын дұрыс өте келісімсіз. Өйткені қазіргі таңда су тапшы мәселесімен міндетті түрде бұлақтарды көздерін дұрыстап қарауымыз керек. Көбісі мысалы жекеменшік етіп қараусыз болғанда өзіңіз білесіз, биылғы жылы мемлекет басшысының тапсырмасы аясында көлді бұлақ акциясы басталған, сол бағытта жұмыс жасайтынымыз. Қайырлы күн, құрметті қасиетті Сайрам ауданының тұрғындары, құрметті Нұралхан Оралханұлы. Мен Асанова Ләззат, журналист боламын. Көптеген мәселені көтеріп отырмын. Енді жалпы қазір Шардара ауданы Күрсу ауылдық округін туралы айтайын десем, орынсыз болатын шығар, бірақ дегенмен айтып кетейінші. Сол жерде мен 42 миллион мәселесін көтергем. 42 миллион қайға кетті, мынанша жерде 42 миллион кетпейді деген мәселені көтерсем. Сіз Шардара ауданын айтып жатсыз ба? Иә. Шардарада сөйлесейік пе оны? Жарайды, ол Шардарада сөйлесейік, онда Сайрам. Әкім мені жаңағы маған жалай жапты деп, мен ролдыға беріп, жарайды, онда мәлсіз бола, шындықты айтып әйтеуір, сондалып жатсақ, онда арманымыз қалмас. Жалпы Сайрам ауданына келейік, Сайрам ауданына керемет жұмыс жасап жатыр. Мен Түлкібасқа өтіп жатсам да, қай жаққа өтсем де, Сайрам ауданынан өтем, керемет жұмыс жасалып жатыр. Аудан әкімі керемет жұмыс жасап жатыр. Әсіресе полиция бөлімінің басшысын атап өткім келеді. Қай кезде кірсем де Асанова десе кіргізіп алады. Көбісі Асанова десе шығарып салады ғой, басшысы жоқ деп. Сондықтан да Еркебұлан мырзаға үлкен рахмет. Ендігі мәселе юстиция қатысты. Юстиция бұл жерде сот орындаушысы, Сайрам ауданының мемлекеттік сот орындаушысына біздің Түркістан облысының юстициясы шамасы келмейді екен. Себебі бұл жерде бір жеке азамат арыз жазады, арыздың негізінде ГАСК шешім қабылдайды. Заңсыз құрылысты бұзу. Шешім қабылдайды 2 жыл бұрын 2024 жылы. Сөйтеді де 2 жылдан бері соттың шешімі орындалмайды. Ол бойынша мен юстицияға барсам, юстиция айтады: сіз кімсіз? Сенім хат әкеңіз. Сенім хат апардым. Сіз кімсіз? Журналистмін. Корочкаңызды көрсетіңіз. Сенім хатымды, корочкам бәрін көрсем, мен сізге жауап бермеймін дейді. Сіз тарап емес. Себебі сізге ГАСК сенім хат берген жоқ. Маған ГАСК сенім хат бермейді ғой. Маған арызданушы адам береді ғой. Логика қайда? Сөйтіп мені шығарып салады юстиция. Сот орындаушы қай жерде отырғанын айтпай, заңсыз құрылыс әлі сол жерде тұр. Соны Нұралхан Оралханұлы, бұл жерде заңсыз құрылыстар бойынша шешім шығады. Ол сотты білесіз. Сотқа беру, сотта ұтып шығу, 3 инстанцияны жеңіп шығу оңай емес. Бірақ соттың шешімі Қазақстан Республикасының мемлекет атынан шығады ғой, жеке бір судьяның атынан немесе аудан әкімінен немесе облыс атынан шықпайды ғой. Егер республиканың атынан шыққан соттың шешімі орындалмаса, онда не керек бар ондай соттың шешімінің? Сондықтан да осы жерде заңсыз құрылыс бойынша соттың шешімі 2 жылдан бері орындалмай жатыр. Сот орындаушы қашып жүр. Неден? Ешқандай ол мемлекеттік сот орындаушы. Егер жай бір қарапайым азаматта шешім шықса, оны давно уже орындап қояды еді. Неге жаңағы кейбір адамдарға сөз үйретпей ма? Сол мәселе мен қазір толғандырып жүр. Осы бойынша ГАСК-ға да бардым. ГАСК да айтады. ГАСК былай айтады: мен департаментке басшысы ДВД-ға арыз жаздым, прокуратураға арыз жаздым, юстицияға арыз жаздым. Біз кішкентай ғана мекемеміз. Біз оларға неге хатқа жауап бермеді деп айтамаймыз дейді. ДВД жауап бермеген, прокуратура жауап бермеген,
Юстиция жауап бермеген. Көрдіңіздер ме мәселе қайда? Осы мәселені былай жасайық. назарыңызға алсаңыз дұрыс болар еді. Жақсы, сіз маған нақты беріңіз. Нақты айтамын. Қайын бойынша, екінші осы жердегі аудандық юстиция мемлекеттік па? Жоқ, облыстық. Басқа өкілдері. Осы кісіге егер де сіз айтып отырсыз, сенің хатың бар, осы кісіге арыздансаңыз, заңды бағалатып бересіз. Не ойлаймыз ба? Рахмет. Нұралхан Амалбаевич, бұл мәселе бойынша біз білеміз, арыз түскен қазіргі таңда бізде Ксалиди Розаның арызы бойынша. Жақсы, рахмет. Нұралхан Оралбайұлы, қасиетті жұмағына сайрамаларына көшіріңіз. Жаңағы мәселе бойынша есіңізде болса бір жыл бұрын жерде мәселені көтеріп көптеген мәселесін сіз аманат етіп тапсырғансыз. Ол сайрамалар Мінекей құрметті желі қолданушылар, бұл сайрамалар.